Аяқтың еркін орналасқан сүйектері оssa мембер инфериорис, ортан жіліктен ос фемористан және сирақ сүйектері тибия мен фибулядан және аяқ басты сүйектерінен тұрады. Ортан жілік ос феморис адамдағы ең үлкен түтікті сүйектің қатарында. Ол 3 бөлімнен тұрады. Біріншісі ортаңғы бөлімі ортан жіліктің денесі, корпус осис феморис, проксималды эпифизі және дисталды эпифизі бар. Проксималды эпифизінде ортан жіліктің басы капут осис феморис орналасқан. Ол толығымен гиалин шемшекпен жабылған және ол бізде жамбас сүйегіндегі ұршық ойысы ацетабулмен беттесе отырып, жамбас сан буынын түзуге қатысады. Ортан жілік басының жоғарғы бөлігінде ортан жілік басының шұңқыры фавея капитис феморис орналасқан. Басының денесіне өтетін жерінде ортан жіліктің мойны колум осис феморис бар. Мойынның астыңғы бөлігінде екі анатомиялық құрылым бар. Біріншісі жоғары және латералды орналасқан үлкен ұршық трахантер майор. Екіншісі төмен және медиалды орналасқан кіші ұршық трахантер минор. Екі ұршықтың арасында алдыңғы бетінде ұршық аралық сызық линия интертрахантерика орналасқан болса, артқы бетінде екі ұршықтың арасында ұршық аралық қырқа креста интертрахантерика орналасқан. Үлкен ұршықтың артқы бетінде ұршықтық шұңқыр фосса трахантерика орналасқан. Ортан жіліктің алдыңғы беті дөңес келген және тегіс болып табылады, ал артқы беті бодырлы және ойыс болып табылады. Артқы бетінде бодырлы сызық линия аспера орналасқан. Линия аспера екі ерінге ажыратылады. Біріншісі медиалды ерні лабиум медиали, екіншісі латералды ерні лабиум латералиден тұрады. Латералды ерні үлкен ұршыққа қарай жүре отырып, осы жерде бөкселік төмпеге тубероидтас глюттеге ұласады, ал медиалды ерні кіші ұршыққа қарай жүре отырып, қырқалы сызыққа линия пектинеяға ауысатын болып табылады. Төменгі бөлігінде бодырлы сызық екіге ажырап, осы жерде тақым бетін түзуге қатысады. Тақым беті фацис популисе деп аталады. Сонымен қатар, ортан жіліктің дисталды эпифизінде екі айдаршық орналасқан. Біріншісі латералды айдаршық кондулис латералис, медиалды айдаршық кондулис медиалистен тұрады. Екі айдаршықтың екі жанында көтеріңкілер орналасқан, олар эпикондулис медиалис және эпикондулис латералис деп аталады. Екі айдаршықтың беттері бізде шеміршек тінімен жабыла отырып, осы жерде тізе тобығының буын бетін, яғни фацис пателляристі түзетін болып табылады. Айдаршықтардың арасында артында және төменгі бөлігінде шұңқыр орналасқан, бұл фосса интеркандулярис деп аталатын болып табылады. Тобық, пателла, адам қаңқасының құрамындағы сесама сүйектерінің ішіндегі ең ірісі болып табылады. Ол тізе буынын құруға қатысады. Адам тізесін жазған кезде анық байқалады. Жалпы тобықтың өзі бізде бірнеше бөліктерден құралған. Оның біріншісі бізде жоғарғы доғалдау келген негізі базис пателла және үшкір сүйірлеу келген бөлігі тобықтың ұшы апекс пателладан тұрады. Артқы бетінде буындық беті орналасқан. Буындық беті фацис постериор деп аталады. Ол ортасына қырқаның нәтижесінде медиалды және латералды буындық бетке бөлінеді. Бұл буындық беттің негізі осы тізе буынын құрауы болып табылады. Келесі, сирақ сүйектері. Сирақ сүйектері осы крурис деп аталады. Топографиялық орналасуына қарай медиалды орналасқан асықты жілік ос тибиядан және латералды орналасқан кіші жіліншік ос фибулядан тұратын болып табылады. Асықты жілік ос тибия сирақ сүйектерінің қатарына жатады. Түтікті сүйек болғандықтан оның да 3 бөлімі бар. Проксималды бөлігі, дисталды бөлігі және денесі. Проксималды бөлігінде екі айдаршық орналасқан. Медиалды айдаршық кондулис медиалис, латералды айдаршық кондулис латералис. Сонымен қатар жоғарғы бөлігінде жоғарғы буындық беті фацис артикулярис супериор орналасқан. Екі буындық беттің жанында екі төмпешік орналасқан. Медиалды және латералды айдаршық аралық төмпешіктер. Туберкулум интеркандулярис медиалис, туберкулум интеркандулярис латералис. Осы екі төмпешік қосыла отырып шығыңқы бөлікті құрайды. Ол айдаршық аралық шығыңқы эминенция интеркандулярис деп аталады. Жоғарғы бетінен қарасақ, екі алаңды көре аламыз. Олар алдыңғы айдаршық аралық алаң, яғни ария интеркандулярис антериор, артқы айдаршық аралық алаң, ария интеркандулярис постериордан тұрады. Сонымен қатар, осы проксималды бөлігінің артына қарататын болсақ, осы жерде буындық бетті көре аламыз. Бұл кіші жіліншіктің буындық беті
фацис артикулярис фибулярис деп аталады. Асықты жіліктің денесі корпус тибия деп аталады. Оның алдыңғы бетінде санның 4 басты бұлшығы тікеліп бекитін төмпе орналасқан. Ол туберозис тибия деп аталады. Түтікті сүйек болғандықтан оның да қырлары мен беттері ажыратылады. Асықты жілік 3 қыры бар: алдыңғы қыры, медиалды қыры және латералды қыры. Осыған сәйкес медиалды беті, латералды беті және артқы беті орналасқан. Артқы бөлігінде камбала тәрізді бұлшығы келіп бекитін сызық орналасқан. Ол линия мускули солей деп аталады. Ал дисталды эпифизінен тоқталатын болсақ, дисталды эпифизінің медиалды бөлігінде бізде медиалды толарсақ орналасқан. Малеоли медиалис деп аталады. Ал латералды жағында кіші жіліншіктің тілігі инцизура фибулярис орналасқан. Төменгі бетінің буындық беті фацис артикулярис инфериор орналасқан және асық сүйекпен буындасатын медиалды толарсақтың буындық беті фацис артикулярис малеоли медиалис орналасқан. Кіші жіліншік ос фибуля ұзындау келген жіңішке сүйектердің қатарында. Жоғарғы бөлігінде басы орналасқан капут фибуля, төменге қарай мойны орналасқан колум фибуля және басының буындық беті фацис артикулярис капитис фибуля орналасқан. Денесі 3 қырынан 3 бетінен тұрады. Алдыңғы қыры марго антериор, сүйекаралық қыры марго интероса, латералды қыры марго латералис. Латералды беті, сүйекаралық беті және артқы бетінен тұратын болып табылады. Төменгі бөлігінде латералды толарсақ орналасқан, малеоли латералис деп аталады. Толарсақтың буындық беті фацис артикулярис малеоли латералис деп аталады. Ол асықты жіліктегі инцизура фибуляриспен беттесетін болып табылады.